Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі тақырып ас атасы нан. Мақсаты: нанның адам үшін маңыздылығы, нанның бидайдан жасалатынын, оның дастарханға үлкен еңбек нәтижесінде келетіні, бидайдың өсуі, нан пісіру кезеңдері, бидайдың құндылығы туралы түсінік беру. Нанды қадірлеуге, қастерлеуге, нанды даярлайтын адамдарға деген құрмет сезімдерін, диқандар еңбегін бағалай білуге, еңбекке деген құрмет сезімдеріне тәрбиелеу. Нан ас атасы. Нан дастарханға үлкен еңбекпен келеді. Дастарханда ең басты тағам нан. Сондықтан да дастарханға бірінші нан қою керек. Нанның түрлері көп. Олар ақ нан, қара нан, шелпек, бауырсақ, тоқаш, батон. Нан туралы тыйым сөздер. Балалар, есімізде сақтаймыз. Нанды бір қолыңмен үзбе, нанды жерге тастама, нанды текке лақтырма, нанды аяқ астына тастама, сүтті төкпе, баспа. Жерде жатқан нанды еңкейіп ал. Тамақ ішкен кезде сөйлеме. Тамақты төкпей, шашпай іш. Дәнді шашпа, нанды баспа. Сергіту сәті. Нан туралы тақпақтар оқу. Осы өлең жолдарын жаттап аламыз. Ал қазір бір үзім нан ертегісін тыңдаймыз. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бір-бірін көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өз күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп, ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер» дейді. «Жоқ, алтынның өзіңе нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын» деп бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай бай бір үзім нанға барлық алтын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай бас айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтіні осыған орай айтылған екен. Енді мақал-мәтелдер. Нан қадірін аштықта білесін. Нан болса, әнде болады. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Нан тіршілік көзі. Бар байлықтың басы нан. Даланы дәнге бөлейтін дихан, дихан дәнге бөлейтін нан. Бас бармақ тәсілі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.